Біз Инстаграмда негізі өз өміріміздің 20%-ын ғана көрсетеміз, ал қалған 80%-ын жасырамыз. Мен дәл осы үйде тұрғам. Бұл қыздың кекілінің астында шам бар сияқты. Маңдай толған безе-безе шығар бұның. Бұл қыздың кекілін алып тастап түрі біртүрлі болады. Не, қасы жоғын. Қазір мен дәл осы сұрақтың жауабын көрсетемін. Себебін айтайын ба? Өйткені сен бабниксің. Бүгін менің туған күнім. Бірақ, как всегда, ешкім келген жоқ. Мен бұған дейін өз өмірімді көрсетуге, айтуға ұялатынмын. Бірақ осы жолы сіздерге айтам деп шештім. Қызым боласың. Сенің бұрынғы бывшаян. Қыздармен өмірі жолым болмайтын. Әкеммен хабарласпағалы 14 жылдай болды. Дәл бүгін әкеме хабарласам. Айтпақшы. Шашырак. Ник болды. Еще сосиска вкусная. Достарым көп болатын. Ал бірақ қазір ең өкініштісі бұның барлығы менің өмірім. Біз барлығын жасырмай